Ассалаумағалейкум. Күнде кітап оқу арнасының тұрақты оқырмандары, бүгінгі кезекті тақырып тәубеліге тәңірі жақ. Тәубе кісінің өзін өзі адамгершілік жағынан жетілдіріп, рухани тазару тетіктерінің бірі, яғни адамның істемеуге тиісті іс қылығына өздігінен пұшайман болып, оның зардабын түзету және өзін өзі жазғыру арқылы келешекте ондайды болдырмауға, үзілді кесілді бел байлауы, бұзылған әдеттілікті қалпына келтіруі. Тәубеге келу әдептілік тұрғысынан үлкен рөл атқарады. Ондай адам біреулердің жаман істерін көріп, ондайдан безініп, өзінің ондайды істемегенше шүкірлік жасап, «О, тоба!» деп көңілі жайланып, адамгершілік құлқы салтанат құрады. Егер біреудің жаман ісін көрген адам өзіне не басқаға оған несіне уайымдайсың деген пікірге келсе, ұсталмаған ұры емес дегенді ұстанса, ондай адамда ождан болмағаны. Кісіні қадағалайтын, тәртіпке шақыратын, біліп не білмей жасаған адамшылығы үшін жанын азаптайтын сол ождан. Соның үшін не адамдар сабырлағанды Құдай естімей ме деп қандай да бір күштің, яғни ожданның, адамның іс қылығының әдепсіздік немесе әдептілік екенін ескертіп тұратын білгендіктен айтқан. Адамдар осы ождан әмірмен тәубеге келіп, адами дұрыс жолдан тайғаны үшін өкініп, өзінен өзі кешірім сұрайды, алғашқы райынан қайтады. Ислам дүниеде Құдайға күнәкар болып, хақ жолынан адасқан адам кейін бұл қателіктерін, күнәларын мойындап, оған опық жесе, бетінен қайтса, Құдай оны кешіреді деп жариялаған. Құранда кім зұлымдық істегеннен кейін тәубе қылып, жақсы істер істесе, әлбетте, Алла оның тәубесін қабыл қылады. Алла күнәні кешіруші һәм мейірімді делінген. Халық әдебінде білмегендіктен істеген жаман істерін тез бас тарту кешірімді саналады. Бұл ислам қағидасына да сәйкес келеді. Құран Алланың жарылқауына ие болу үшін тәубе қылумен бірге жақсы істер істеудің керегін адамдардың ылғи есіне салады. Жаратқан ие, әлбетте мен кім тәубе қылса, иман келтірсе, жақсы істер істесе, кейін тәртіпті жүрсе, оны жарылқаймын деген. Тохан сүресі 72 аят. Демек, тәубе әдеп-иба жататын ең маңызды және дер кезінде кешіктірмей істелетін әрекет. Егер ол кейінге қалдырыла берсе, онда адам баласы бұзыла береді. Сөйтіп өзінің де сөзінің де мәнінен мағынасынан айырылып қалады. Сөйтіп жаман әдет үйреншікті болып кетпей тұрғанда тез тәубеге келіп, одан бас кешудің маңызы өте зор. Кім тәубе қылуға асықса, оның өзін өзі түзеуге, тазартуға асыққаны демек, жаманшылықтың орнығуына, таралуына, көбеюіне жол бермегені. Ал жамандықты жою немесе болдырмау барша адамзаттың мұраты. Барлық діндердің де ислам, христиан немесе будда тағы басқа уағыздайтыны сол. Сондықтан қоғам жамандыққа қарсы күресіп, оған жол бермеу үшін қатал шараларға дейін барады. Дегенмен, қоғамның түзелуі қаталдықтың күшіне ғана байланысты емес екені тарихтан мәлім. Орыстың тамаша жазушысы Чехов айтқандай, қайырымдылықпен ала алмағанды қаталдықпен ала алмайсың. Сол үшін үгіт насихат адамның өзін салу, иландыру, ожданнан ояту, жаман ісін қайталамауға тәубе етуге, теріс бетінен қайтуға жәрдемдесу тәрбиенің пәрменді жолы. Алайда ең тиімдісі атақты философ Сенека айтқандай,
уағыз айтып, жақсылыққа жетелеуден гөрі өнеге арқылы үйреткен жөн. Демек, бәрі ата-ана, ұстаз, үлкендердің өзіне байланысты. Тәубе өзін өзі тәрбиелеудің пәрменді түрі. Ол әдептілік тетігі қызметін атқара отырып, жамандықтың өзгеріп, жақсылыққа өтетін көпірі іспеттес. Сондықтан кімде-кім ағаттық жасап, теріс жолға түсіп қалса, дереу өзін өзі жазғыратын, адамдық жолына түсуге бел байлайтын, ойын жинап алып, ождан алдында тазартып ақталатын дағдыны қалыптастыруға күш салу ләзім. Сонда ғана әрқашан менің ожданым таза деп алаңсыз әрі қысылып қымтырылмай өмір кешуге негіз қаланады. Тәубеге келу қатысты ел ішінде көптеген тағылымды әңгімелер сақталған. Сол жайында халық мақал мәтелдері, түрлі нақыл сөздері аз емес. Солардан шығатын түйін: жаңылмайтын жақ, сүрінбейтін тұяқ жоқ, қателеспейтін адам болмайды. Мәселе әр адамның өзінің қателік, кемшілігін мойындап, ол үшін өкініп, екінші ондайға қадам баспауға берік ниет байлауы. Сондықтан біздің тәрбие ісімізде өзіне өзі ожданы бақылаушы етіп, жазатайым қателікке оранған жағдайда оған опық жеп, тәубеге келу арқылы жан дүниесін тазартып отыратын ұрпақ тәрбиелеу басты бағытымыз қала бермек. Өйткені адамның өз сырын, өз мінін, өзінің не істеп, не қойып жүргенін өзінен жақсы білетін тірі пенде жоқ. Ау! Сау бол! Ендеше адамды өзінен көп сынып мініп жаздыратын, немесе нәпсінің құлқынның құлы етіп азғыратын құдірет те өзі. Өзінің ар ожданы, намысы, осалдығы, ермелігі адамды шыңға жетектейтін де, шыңырауға түсіретін де өзі. Өзінің қол аяғы, көз құлағы, тілі. Адал адам болу үшін ең әуелі өзіне ие болу тиіс. Өзін, өз сезімін боғай тегжей білмеген, керек кезінде кідіріп пайыз таба білмеген жан өзі де опық жейді, өзгеге де опа бермейді. Өзін басқара алмайтын жан өзгені жарылқайды деп сену, үміттену сағымға сенгенмен пара-пар. Тәубе біздің халқымыздың тамыры тереңде жатқан, ата-бабадан қалған тамаша адамгершілік мұратымыз екенін есте ұстауымыз, оның кеңес өкіметі жылдарында көмескі тартқан қасиетін қайта жарқыратып қалпына келтіруіміз қажет. Ұлағат сөздер. Кімде-кім күнә жасаса, оның иманы ұшады. Тәубе қылса, Алла тағала кешіреді. Күнәһарға өкіну мен тәубе қылу міндетті. 1001 хадистен. Тарығып тапшылықтан өлсең де аштан, ақысын жетімдердің жеме ешқашан. Түйе жүктен, адам ұяттан азап шегеді. Сағди. Пәктігіңді сақтап қалу үшін үлкен шеберлік керек. Салтыков-Щедрин. Өз күнәсін мойындау, көргенді кісіге тән кіршіксіз сезім. Сухомлинский. Құрметті кітап оқу арнасының көрермендері, бүгінге тақырыбымыз тәмам, осымен бітті. Келесі тақырып оқитын: әділдіктен асқан ізгілік жоқ. Ол видеоны келесі видеода оқып беремін сіздерге. Осымен тәмам. Кітап оқыңыздар, өсіңіздер, өніңіздер тек алға.